Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3 сынып 15 сабақ 56, 57, 58 жаттығуларды бірге орындаймыз. 56 жаттығу. Сөйлеу мәнеріне үйренемін. Өлеңді мұқият тыңда. Жылы жүрек тәтті тіл, берекені берер біл. Ащы сөзді өзімшіл, өнері оның қалар тұл. Қатесін тапсаң жұмсақ айт, ызаланбай сабыр қыл. Авторы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Ал енді балалар, тапсырманы орындайық. Өлең не туралы? Ат қой дейді. Өлең жақсы сөйлеу туралы айтылған, не? Енді біз жақсы сөз деген ат қоямыз. Қарамен жазылғандардың антонимдік тіркестерін тауып көр дейді. Антоним дегеніміз, яғни балалар, қарама қарсы жүретін сөздері, яғни қысқа, ұзын, биік, аласа деген сияқты, тар немесе кең деген сияқты. Ал енді өлеңдегі қара сөздердің антонимін табайық. Жылы жүрек, салқын жүрек. Тәтті тіл, ащы тіл. Ащы сөз, тәтті сөз. Жұмсақ айт, қатты айт болады балалар. Келесі сұрақ. Ащы сөздің тіркесін қандай сөздермен алмастырып айтуға болады? Араларыңда дөрекі сөйлейтін балалар кездесе ме дейді. Ащы сөзді қатты сөздің тіркесімен алмастырып айтуға болады. Араларыңда дөрекі сөйлейтін балалар жоқ деп ойлаймын, не балалар? Енді өлеңді жатқа жазып аламыз. Өлеңнің соңғы 2 қатарын басшылыққа алып, досыңның қатесін түзетуге көмекке кел. Ол үшін меніңше мүмкін болса дұрыс болар еді сөздерін қолданып, өз пікіріңді білдір дейді. Яғни балалар, өлеңнің осы 2 ең соңғы қатарын орнына осы сөздерді қойып көреміз. Мысалы, мына жерде қатесін тапсаң жұмсақ айт дейді. Бұл жерге мүмкін болса жұмсақ айт, дұрыс болар еді сабыр қыл деп айтуымызға болады, иә балалар? Келесі 57 жаттығу. Мысалды түсініп оқы дейді. Үстел үстінде радио мен теледидар қатар тұратын. Үй ішіндегілер теледидарды қызықтайтын. Радионың бұған қатты намысы келетін. Сен келдің де мен ескерусіз қалдым дейтін ылғи. Теледидарды атарға оғы жоқ еді. Ал ол болса бұған еш ашуланбайтын. Екеуміз кезек сөйлейік дейтін. Мен сөйлеп болған соң сен сөйле дейді. Көрсетемін кезекті деді. Радио қатты ашуланып, тапқан екенсің ақымақты. Сөйтті де теледидармен қосыла сөйлеп, оны мазақ ете бастады. Тыңдап отырған иесі радионы өшіріп тастады. Авторы Балтабай Әділов. Мәтін мазмұны бойынша теледидар мен радионы салыстыра сипатта, қайсысының іс-әрекетінің дұрыс емес екен деп есептейсің. Неліктен? Енді балалар, қайсыныкі дұрыс емес? Әрине, радионыкі дұрыс емес, иә? Теледидар сыпайылық танытып, кезектесіп сөйлейік деді. Ал радио болса, тыңдамай оны мазақ етіп, бірге қосыла сөйледі, иә балалар? Радиода өзімшілдік, менмендік, мақтаншақтық басым болып тұр, иә балалар? Радионыкі дұрыс емес екен. Келесі 58 жаттығу. Мәтіндегі ақыл кеңес қай кезде қолданылатын айт дейді. Өзге адамдардың сөзіне рұқсатсыз араласпаған жақсы. Ал ол соншалықты қажет болса, кешіріңіз немесе ғафу етіңіз, сөзіңізді бөлейін деп тұрмын. Сөзіңізді бөлуге бола ма деген сөздермен сөйлесіп отырғандардан рұқсат сұраған жөн. Бұл әдептілікті білдіреді. Мәтіндегі өтіну әдеп сөздерін қатыстырып, порталасыңмен диалог құра. Құраған диалогыңды дәптерге жаз дейді. Гүлнұр, кешір, сөзіңді бөлейін деп тұрмын. Айта бер дастан. Менің қаламым қалып қойыпты. Сенен ала тұрсам бола ма? Әрине, ала ғой. Рахмет саған.
осылайша диалог құрастырып дәптерімізге жазып аламыз балалар. Келесі 59-шы жаттығу көңіл-күй лебіздері мен олардың атауын сәйкестендір дейді. Аман саумысыз? Сәлем, ассаламағалейкум, сәлеметсіз бе? Ол сәлемдесу балалар. Екінші, Алла разы болсын, рахмет, көп жаса, өркенің өссін. Ол алғыс айту балалар. Үшінші, жаса, айтқаның келсін, керемет, жарайсың қызым, ұлым. Бұл қошемет қостау, таңдану. Келесі, сау бол, келесі кездескенше. Ол қоштасу. Әрине, мақұл. Ол келісу. Құттықтаймын, тілеймін. Ол құттықтау. Осылайша сәйкестендірдік балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Сабақ ұнаса, лайк басып, достарымызға жіберуді ұмытпайық. Тіркелмеген болсаң, подписация кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпа. Келесі көріскенше сау болыңдар.